Қай кезеңде болсын, достықтың сыры татулықта. Көктемде екі дос, нарцисс гүлі мен түймедақ гүлі бірге гүлдеп, құлпырып шығады. Нарцисс түсі қою қызғылт сары түсте гүлдеп, жерге сән береді. Ал түймедақ гүлі әппақ қардай таза, тек бір ғана түсте гүлдейді. Өзінің әдемі түсіне қатты риза болған нарцисс гүлі маңғаздана мақтанып: «Мен күн нұрына малынып жарқырап тұрамын, ал сен болсаң өңсіз, бір ғана ақ түсте гүлдейсің», деп түймедақты ренжітеді. Түймедақ нарцисс досына қатты ренжіп, күннен өтініп сұрайды: «Қымбатты жарқыраған күн, мені мына нарцисске мазақ етпей, сәулеңді түсіріп, түймедей ғана дақ берсеңші», деп өтінеді. Сонда мейірімді күн: «Сен өзің қандай әппақ болсаң, жан дүниеңде сондай әппақ. Сенің көңіліңді қалдырмай, өтінішіңді орындайын», деп түймедей сары дақ береді. Түймедақ қатты қуанады. Келесі жылы көктем мезгілінде досына өкпелеген түймедақ ұйқысынан оянбай қояды. Нарцисс досын күте-күте шаршап, қапаланып, басы салбырап, күлтелері түсіп, көктем бойы жалғыз гүлдеп, жазға жетпей солып қалады. Көктем өтіп жаз да келеді. Түймедақ оянып, гүлін жарып, айналасын құлпыртады. Сөйтіп, екі достың арасындағы татулыққа үлкен сызат түседі. Достықтың сырын анық ұқпаған нарцисс тек ерте көктемде ғана гүлдеп, досын жоғалтып алады. Достықтың сыры татулықта екенін ұмытпай, күндей күліп, тату жүрейік.